30 жылдық Powerball лотереяларының тарихында оның джекпоты 1 миллиард долларға дейін көтерілгенін білесіз бе? Бұл жағдай бүгінгі күні байлықтың миллионмен емес, миллиардтармен өлшенетінінің санаулы дәлелінің бірі. Ақша өз құндылығын жоғалтуда. Бұл сіздің көп күш жұмсамай-ақ байып кету мүмкіндігіңіз артты деген сөз. Ал енді, бұл осы жылдың соңына дейін жүзеге асуы мүмкін екенін елестетіңізші. Бүгінгі айтар жаңалықтардың бұл алды ғана. Сіздің қалтаңызды қалыңдатар миллиондарға қол жеткізуге Бодо Шефердің 3 күндік алтын ережелерін ұстану жеткілікті болады. Ендеше бүгін сол жайлы сөз қозғаймыз. Сіздерді арнамызда көргенімізге қуаныштымын. Ақша, байлық жайлы бәрін білгіңіз келсе, арнамызға тіркеліп ақпараттарды бірінші болып көріңіз. Бодо Шефер Еуропадағы нөмір 1 қаржы кеңесшісі, сондай-ақ жазушы. Ол қаржыны басқару тайм-менеджменті саласында үздік тәжірибелі, бірегей ойларымен ерекшеленетін кәсіпкер. Қаржылық сауаттылық саласында кең танымалдылығымен осы бағытта қосқан үлесі үшін қаржы Моцарты деген атқа ие болған. Бодо Шефер 30 жасында өз капиталынан түсетін пайыздарға ғана өмір сүрген. Оның кітаптары мен семинарларының жазбалары бүкіл әлемге танымал. Көпшілікке олар қаржылық сұрақтармен өз уақытын басқару мәселесін шешер оқу құралдарына айналған. Ал оның семинарлары көптеген әлем елдерінде сәтті өтіп жүр. Біреу білсе, біреу білмес, бірақ Бодо әлемдік танымалдылыққа өз еркімен келмеген. Оған қыр соңынан қалмаған коллекторлер бірден-бір себеп болған. Сіз дұрыс естідіңіз. Шефердің қарыздарының көптігі қаржылық сауаттылыққа деген махаббатты оятқан. Менің тәжірибем адамдардың бірден туа сала ақшаны қалай дұрыс ұстау керектігін біле қоймайтынын түсіндірді. Бұл әдет бізде жылдар бойғы бұрыс шешімдер кезінде әр центті санап кететін жағдайлар арқылы шыңдалып қалыптасады деп Бодо өзінің бір сұхбатында айтқан. Шефер қарыздарынан қаржы кеңесшілер арқылы құтылғанын да жасырмаған. Ол жақсы кеңестерді жинақтап, іс жүзінде тексеру үшін көптеген тренингке қатысып үлгерген. Бодо көп әдістердің іске аспағанын, қалғандары нәтижеге ұзақ жеткізетінін айтты. Сондықтан қаржы қиындықтарынан құтылған Бодо Шефер ақшаға мұқтаж адамдарға көмектесетін әмбебап ереже ойлап табуды мақсат етіп қойған. Ол кез келген адам қаржылық жағдайы мәртебесіне қарамастан бай болудың ережесіне ие болуға құқылы деп сенген. Мен байлыққа апарар жолды өзім салдым, әрі тым жиі бұрыс жолға түсіп отырдым. Егер бұл менің өмірімнің бір бөлігі деп білмегенімде, мен тіпті бұл ойдан айнып қалар едім. Мен жолы болмай, идеяларынан бас тартуға мәжбүр болған адамдарды өте жақсы түсінемін, дейді Шефер. Бодо жылдар бойы өзінің ойлағанын жүзеге асырып, бай болудың алтын ережесін құру арқылы тарихта атын қалдыра алды. Бұл ережені қаржы эксперті қарапайым адамдарға 10 жылдан аса кітаптары, жеке кештер арқылы түсіндіріп келеді. Шефер әрдайым түсіндіруді қаржылық парадокстар арқылы бастайды. Себебі қаржыны шектеу мен өз шығындарыңды жоспарлаусыз, қаржылық әл-ауқаттың жақсаруы мүмкін емес. Шефер қаржылық еркіндік, қаржылық шектеулер арқылы ғана мүмкін екенін баса айтады. Бір қызығы, Бодо өз ақшаңды жаратпай кейінге қалдыруды емес, өз шығындарыңды басқаруды ұсынатын санаулы эксперттердің бірі. Оның ойынша экономиканың мәнін қаламасаң да, ақша қорабына ақша жинау емес, одан да өз қаражатыңның қайда жұмсалып отырғанын қатаң қадағалау, оңайырақ болады да ары қарай қызуғанды әрі зиянды сауда жасаудан бас тартасын дегенге саяды. Шефер екінші парадокс ретінде адамдар қаржылық еркіндік пен қаржылық тәуелдіктің айырмашылығын білмеуі дейді. Бұл екі терминді бір-бірінен ажырату керек, себебі жақсы өмір сүру мен дәл қазіргі сәтте бай сияқты өмір сүру әдеттері қарызға, кредиттерге, түбінде қаржылық тәуелдікке апарады. Егер сіз еркіндікті қалайтындардан болсаңыз, болашақты ойлаған жөн болады. Ал дәл қазір ертеңгі бай қуатты адамның іргетасын ғана қалай аласыз, дейді Шефер. Жетістік тәжірибесі, өзіңе деген сенімділік, позитив қаржылық еркіндіктің басты принциптерінің бірі. Эксперт өміріңізді өзгертер ең қажетті тәжірибенің бастауын қойын дәптер сатып алудан бастауды ұсынады. Бұл сіздің жетістік журналыңыз болады. Оған Шефер міндетті түрде күнделікті жақсы істеген әрі мақтанатындай 5 сатты жазыңыз дейді. Ал егер олар болмаса, жай ғана бүгінгі күн несімен есте қалғанын түртіп жазу керектігін айтады. Бұндай салт сізге өзіңізге, өз дағдыларыңызға деген сенімділікті арттырып, сіздің қаншалықты өнімді екеніңізді талдауға көмектеседі. Бәлкім дәл өміріңіздің осы кезеңінде Бодо Шефердің бұл әдет салты сіздің өміріңізді өзгертуге түрткі болып қалар. Көп білсең, көп табасың. Қаржылық еркіндікке тез қол жеткізудің жолы еңбек нарығындағы құндылығында арттыру. Еңбек нарығы ол өз қабілеттеріңді белгілі бір бағаға басшылыққа сатуың.
Ақша айналымың жылдам болуы үшін көбірек ақша табуың керек. Сондықтан да ең тиімді инвестиция ол өзіңе. Өзіңнің тұлғалық және профессионалдық өсуіңе жасаған инвестиция болып қала бермек. Егер сіз көптен бері ақшаңызды инвестиция жасауды ойлап жүрсеңіз, биржаға жүгіруге асықпаңыз. Шефер бай инвесторлардың бәрі алдымен өзіне инвестиция жасағанын еске салады. Алдымен еңбек нарығында сіз сияқты мамандардың арасында сізді ерекшелеп тұратын көптеген қабілеттерді игеруге ұмтылыңыз. Мақсат жоғары жалақы төлейтін таптырмас маман болу. Ғаламтор заманында бұл қол жетімді нәрсе. Әлемнің кез келген нүктесінен өзіңізге қажетті көптеген курстар мен тренингтерге қатысып, өз құндылығыңызды арттыра аласыз. Армандаған жалақы. Ақшаңызды бақылап өзіңізге жұмсау үшін алдымен оны еңбектеніп табу керек. Көптеген адамдарға қаржылық еркіндік жолында армандаған табыс қол жеткізбейтіндей көрінеді. Бірақ Шефер бұл мәселені психологиямен байланысты екеніне сенімді. Сондықтан егер сіздің амбицияларыңыз темірдей берік болса, табыс қабілетке де байланысты болмай қалуы мүмкін. Біз өз-өзімізді шектеп, өз алдымызға көрінбейтін бөгеттер қойып аламыз да қалағанымызға қол жеткізе алмаймыз. Кедейлер мәселелерге жолықпауға тырысса, ал байлар мақсатқа жету үшін түрлі мәселелерді өздері іздеп жүреді. Көп ақша қалаймын деу дұрыс тұжырым емес. Адам нақты, мысалы, 3 жылдан соң қанша табыс тапқысы келетінін білу керек. Әрі үлкен мақсаттар, үлкен сомаларды армандай білу керек, себебі амбиция жоқ жерде жетістік жоқ. Сіз өзіңізге қанша ақша керектігін табыс таппағанша білмейсіз. Өз өміріңіздің әр сәтінен мейлінше пайда іздеңіз. Амбиция қоя білсеңіз, мәселелер көзге көрінбей қалады. Бірақ сіз ешқашан қалағаныңыздан қайтпайтын болуыңыз керек, дейді Бодо. Бай болу үшін жеткілікті 72 сағат. 72 сағаттық қағида Бодо Шефердің ең сүйікті әрі алтын ережесі. Дәл соған Бодо өз кітаптары мен лекцияларында баса назар аударады. Ал оның мәні мынада. Кез келген ойыңа келген идеяңды алғашқы 72 сағат ішінде жүзеге асыр. Әйтпесе оны орындамай қалу қаупің бар. Әңгіме дәл осы уақытта мақсатты жүзеге асыруда емес, мәселе алғашқы қадам жасауыңызда. Және осы қадамнан ақ сіз жетістікке жетесіз бе, жоқ па белгілі болады. Кейін де ниетіңіз болуы мүмкін, бірақ оны жүзеге асыруға құлқыңыз қайтып қалары анық. Шефер дәл осы ережені басқалардан ерекшелеп қойғанын ойланып көріңізші. Жауап қарапайым. Байлыққа жеткізетін алғашқы қадамдар әлбетте қиын. Болашақ миллионерлердің төбесінен ертең-ақ ақша бұршақша жаба салуы мүмкін. Немесе алдағы аптада, мүмкін келер жылы. Әйтеуір нәтиже болары хақ. Бірақ дәл идея келген сәтте диваннан 5-ші нүктеңізді көтеріп, іс-әрекетке кіріскен жағдайда ғана. Енді бұл видеоны көрген соң сізде таңдау бар. 72 сағатыңызды қаржылық еркіндік пен қалаған байлыққа апаратын жолға арнау. Не болмаса, бүгінгі тыңдаған Бодо Шефердің кеңестерін мүлде естімегендей, ақшаға қатысты мақсаттарыңызға қол жеткізу мүмкіндігін ысырып қойып, құлағыңыздан өткізе салу. Таңдау өз еркіңізде. Сіздермен болған King Style арнасы. Бізбен бірге бай болудың әдеттерін бірге қалыптастырыңыз.